Қалижан, Аяжан, мен сендерге ертегі оқып берейін. Ертегінің аты Аңқау қасқыр. Қасқырдың бәрі бірдей ақылды бола бермейді. Мүлдем аңқауы, тіпті бар тұрған ақымағы да болады. Сондай ақымақ қасқырдың біреуі баспалап келіп ешкіге: "Мен сені қазір жеймін" депті. "Жесең жей ғой, маңдайыма жазғаны сол шығар" деді ешкі мойындап. "Бірақ мені көріп тұрсың ғой, сондай арықпын, өзім сондай кәрімін. Мені жеп қайтесің? Сен одан да мені босат. Мен саған өзімнің сеп-семіз, сүйіп-сүйкімді лағымды алып келейін. Қарның бір тояр." Қасқыр лақ дегенді естігенде қуанып кетеді. Шұбырған сілекейін бір жалап алып, ешкіні босатып жібереді. Өзі бір бұтаның түбіне жатып алып күтеді. Ал ешкі көп кешікпей қойшыны ертіп келеді. Қойшы аясын ба? Қасқырды тура қуады. Аңқау қасқыр қойшыдан әрең қашып құтылады. Нағыз ақымақтан не күтуге болады? Әлгі аңқау қасқыр бір күні қойға жолығып: "Мен сені қазір жеймін" дейді. "Жесең қайтейін" дейді момын қой. "Мойныма жазғаны сол шығар. Бірақ мені жейтінің рас болса, соңғы рет бір билеуге рұқсат бер." Қасқыр: "Жарайды, армансыз бір биле" дейді. Қой қасқырды шыр айналы билей береді. Билеп жүріп бірте-бірте алыстай береді. Мәз болып тұрған қасқыр есін жиғанша қой төбеден асып жоқ болады. Жолы болмаған қасқыр сүмелетіп оған әрі жортады. Содан бір саулы атқа жолығады. "Мен сені жеймін" дейді қасқыр оған. "Жақсы жей ғой" дейді саулы күйінде құтылмасын түсінген ат. "Бір ғана өтінішім бар. Мен қытыққа шыдамаушы едім. Ренжімесең артқы аяғымнан бастап жей басташы." "Жарайды, сенің айтқаның болсын." Қасқыр оны айнала беріп артқы сирағына тісті салмақ болады. Ат тағалы тұяғымен дәл тұмсығынан теуіп кеп жібереді. Тепкенде де қасқырды сеспей қатырады. Сөйтіп аңқау қасқыр өз ажалынан өзі жетеді.